Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай керемет пәтір нан әзірледім. Ол үшін қалып кеткен сүттеріңіз болса, оны төкпей, осылай кішкене ғана жылытып, үстіне 200 граммдай сары майымызды ерітіп аламыз. Одан кейін оны сүттің үстіне құйып араластырып, татымына қарай тұз қосамыз. Сондай-ақ пәтір нан болғандықтан, бұған шекер қосу керек. Сонда дәмі өте керемет болып шығады. Шекерді де әркім өзінің қалауынша қосса болады. Және бір кеседей кәдімгі сүттен қосып жібердім. Және аштыққа қосып, енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды жайлап қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз тым қатты болып кетпеу керек. Оның жұмсақтығы кәдімгі өзіміз бауырсақ, шелпек ашытқан қамырдай болу керек. Мінекей, мен қамырымды иледім. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, осындай рецепттердің видеоларына қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Мінекей, осылай қамырымыздың іртігі жазылғанша жақсылап, бірнеше қайтара отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей, менің қамырым дайын. Осылай қамырды жақсылап көтерілгенше бастырып қоятын боламыз. Менің қамырым міне көтерілді, өте жақсы болып. Енді осыны ыдысымыздан босатып алып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Осы бөліктерге неше бөлік шықса, сонша пәтір нан шығады деген сөз. Мінекей, қамырым өте жұмсақ. Міне менде 5 бөлік шықты, демек менде 5 пәтір нан пісетін болады. Енді кішкене күлшелеріміз тағы да көтерілгеннен кейін осылай кезекпен кезек жақсылап жайып алатын боламыз. Жайған кезде кәдімгі жұқа етіп жаймаймыз. Нанның көлеміндей болса болғаны. Мінекей, қарап отырсаңыздар жабыспайды. Ешқандай ұнның да көмегі қажет емес. Осылай әдемілеп, томалақша етіп, пәтір нанның көлеміне келтіріп жайып алсақ болғаны. Мінекей, менің бір пәтір наным дайын болды. Енді нан түкімен немесе осылай шанышқының көмегімен ортасын жақсылап түкілеп аламыз. Одан кейін бетіне осылай жұмыртқаға мен кішкене шекер қосып жіберіп араластырып жағып жатырмын. Сонда оның түрі де, дәмі де өте керемет болады. Мінекей, осылай бетіне жағып, енді бетіне қалауларыңыз бойынша мак, күнжіт қосуларыңызға, себулеріңізге болады. Мінекей, менің пәтір наным дайын болды. Дәмі өте керемет. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.